Адам шама келгенше нәрсе жаңа жүгіруді пайғамбарымыз қосып отқан деген мұсылман адам жүгіріп тұрған жақсы деген нәрсені де сабаққа алып алыңыз. Кейде мысалы көлігіңіз болса да бір 2 шақырым 3 шақырымдық жерге бару керек болса жаяу барасаңыз кейде қайта жолда көп зікір айтып сондай нәрселер айтып барасыз. Сондай нәрсені өз өміріңізге өзіңіз қоспасаңыз ол келмейді. Не пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы нәрсені істейді. Сол кезде жаңағы құрайыштардың көздері бадырайып, мынау әбден жаңағы Мединаның безгегі әлсіретіп, мыналарды оңдырмай тастады деп едіңдер. Мыналарың кәдімгідей киік пен елікке ұқсайды ғой дейді. Сонда олардың ойлаған нәрсесі болмай қалды. Сол секілді әлсіздік деген нәрсені қоғамда Алла Тағала біреуді аурумен сынап жатуы мүмкін, біреуді таршылықпен сынап жатуы мүмкін. Ол жамандық емес асылы. Ол жерде сенің ақыретің шешіліп жатқан нәрсе. Жәннатқа қарай жолың шешіліп жатқан нәрсе. Міне, дәл сол уақытта Алланың жөн көргені сол сізге. Жәннат үшін, ақыреттегі қиындықтан азат ету үшін да, және сені тәрбиелегісі келеді. Сенің ойыңдағандай болмайды, мен ойлағандай болады деген қағидаға сізді көндіргісі келеді да. Сіз соған көнсеңіз, сіз нағыз мұсылмансыз. Керек болса тіпті кешегі сүйікті құлдарының бірі болған мысалы пайғамбар Айуб алейхиссаламды 18 жылға көндіріп қойған Алла Тағала. Оның қасында біз неміз. Сондықтан сырқат келді ма? Жаңағындай бір мысалы сырқат келіп қалған кезде, таршылық болып қалған кезде, біреудің баласы ауырып қалса, тіпті баламыз мысалы жаңағындай біреуміздің үйінде жаңағындай мысалы денсаулығы нашар бала дүниеге келіп жатса да, осындай нәрселер болып жатса да, ол нәрселерді жаңағы анау бүгінгі не сияқты жаңа неге сала бермей, телефонға, интернетке дегендей таныстырып, менде осындай болып жатыр деп ток-шоуға қатысып, мысалы айтайық, менде мұндай болып жатыр деген нәрсенің барлығы пайғамбарымыздың сүннетіне қайшы нәрсе. Бұл мұсылман сенің әлсіздігіңді көрмеу керек. Сенің әлсіздігіңді тек кім көреді? Алла Тағала. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды қараңыздар, Таифтан сүргін қылған кезде де, Таифтан қуалап шығып, таспен атқылап, аяғы қанап атқан кезде, сондағы айтқан дұғасы: Аллах Тағала, мен мына қуатымның әлсіздігін, амал шарамның аздығын, мынау адамдардың мені қорлап атқанын тек өзіңе ғана білдіремін ғой дейді. Тек өзіңе ғана білдіремін. Раббым, мына дүние мен ақыреттің түзулігіне себеп болып тұрған, қараңғылықтардың пердесін ашып жарықта әкелгелі тұрған дидарының нұрына сыйынам дейді. Ашуыңа ашырап кетуден, наразылығыңа ұрынып қалудан. Аллах Тағала, мен өмірімнің соңына дейін сені разы ету деген мақсатта өмір сүрем. Сенен басқа менде күште, қуатта жоқ дейді. Сенен келмесе, менің бойымда жоқ дейді күште, қуатта. Ең бастысы, мен бұлардың менімен істеп атқан нәрсесіне уайымда қалмайым дейді. Көңіліме де алмайым дейді. Мен уайымдайтын нәрсе тек ашуыңа ашырап кетпесем болғаны дейді. Қараңыз қандай нәрсені айтып отыр. Олай болса, әлсіздігің қай уақытта жарасады? Раббым, менің қолымнан келмей жатыр деген нәрсе Алланың алдында әлсіреуіңді, Аллаға қарай сүміреуің, міне жарасады. Өйткені шын мәнінде менде не бар? Менде Алла бермесе, күшіммен мен не істей аламын? Алла Тағала оның береке бермесе. Осындай нәрсе, жаңағы жерде пайғамбарымыз сол нәрсені ойлап, олардың жаңағы көріністері, жаңағы үстінен бүйтіп қарап отырулары бүгінгі күні, ол не ол? Телевизор немесе интернет. Не, ол көреді, сізді мазақ қылғысы келеді. Көрсетпеңіз әлсіздігіңізді ешқашан. Әлсіздігің тек қана түнгі уақытта, Раббыңа жылап атқан кезде ғана көрсетілсін. Басқа уақытта бәрі жақсы, альхамдулилля. Аллаға шүкір, алғаны бар болса бергені қанша? Көріңіз ғой. Алғаны да бергені де оныкі. Осындай әдемі, ең басты бұл өмірде Алла Тағалаға жағу, жаңағындай сынақтардың кезінде аузыңыздан шығатын зікір дұғаңыз, мысалы, Аллаға ұнауыңызды басқаларға көрсетуге болмайды ол нәрсені. Сол нәрсені бізге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үйретіп жатыр. Сондай-ақ денсаулыққа қарау деген нәрседе осы жерде бар екен. Міндетті түрде жаңа бір темір көтеріп, андай көтеріп дайындалу емес, өз салмағыңды өзің басқара алатындай күйде болуыңда, өз салмағыңды өз қолыңмен, мысалы, өз үйіңдегі нәрселерді қозғауға, істеуге де шамаң жетіп жатқан болса, мысалы айтайық. Формада жүру ғой, шындап келген кезде. Пайғамбар сахабалардың күллісі формада жүр. Жыл сайын осындай формасын жоғалтпайтын жорықтарда
осындай нәрселерде жүрді, мысалы қарап тұрсаңыз, қазіргі тілмен айтқанда. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мынандай бір хадисте айтады бізге: «Ал-муъминул қауийю», қуатты мұъмин «Хойруна ахаббу илаллахи минал муъминид даиф». Әлсіз мұъминге қарағанда, қуатты мұъмин әлсіз мұъминге қарағанда Аллаға хайырлы дейді. Бірінші дәрежесін қараңыз. Аллаға хайырлы. Неге? Өйткені ол қоғамда дұрыс танытады мұсылманның бейнесінде. Ва ахаббу, және екінші дәрежесін қарас, Аллаға сүйіктірек дейді. Неге? Өйткені сенің мінезің арқылы, сенің ұстамдылығың, жаңағындай тыныштық сақтай алуың арқылы әлсіремеу, мысалы тағдырға наразы болып бермеу, ризашылық Аллаға деген, сол арқылы ол қоғамда дұрыс танытады. Әлсіз мұъмин арқылы басқаша танып қалу мүмкін күлі нәрсе. Не болып кетті дей берсе, мысалы айтайық. Сол сияқты, алайда күшті мұъмин әлсіз мұъминнен мен күштімін деп алдану ауруына шалдықпас үшін, және әлсіз мұъмин күшті мұъминнің алдында мен сондай бір нашар екенмін ғой деген бір нәрсеге түсіп кетпеу үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұны емдеп дұрыс түсінуім үшін «Ва фи куллин хайрун», екеуінде де хайыр бар дейді. Әлсіз мұъмин жоқ дегенде өзіне берілген парызын нәрселерін ұстанып жүрген болуы мүмкін. Зиян тисе де өзіне ғана бір зиян тиіп отқан шығар деген нәрсе. Бірақ күшті мұъмин ол мына дінді дұрыс таныту үшін қоғамда керекті нәрселер. Сондықтан күштілікті қалай үйренемін мен деп сұрасақ, Аллахтың елшісі бұл күшті қуатты мұъмин қалай боламын мен десек, ол үшін мен жаңағындай темірлер көтеру керекпін ба, тағы да басқа нәрсе ме деген сұрақты қойып жататын болсақ, қуатты мұъминнің бірінші сипаты дейді. Қуатты мұъмин болу үшін, күшті мұъмин болу үшін бірінші сипатың мынау болу керек дейді. Нәрсе? Ихрис аля ма янфаук. Өзіңе пайда келтіретін нәрсеге ғана ұмтыл. Қараңыз, қай жақта ақау кетіп жатыр бізде. Біз көбінесе білім алсақ та, бірдеңелерді оқысақ та, бір өзімізге зиян келтіретін нәрседе жүруіміз мүмкін. Білім ба, жұмыс па, іс па, қандай нәрсемен айналысып, өзіңе пайда келтіретін нәрсеге ғана ұмтыл. Қандай нәрсе? Екіншісі, жәрдем сұрайсың ба? Оңай жағдай ма, қиын жағдай ма? Вастағин билла. Алладан сұра дейді жәрдемді. Қараңыз, ешкімге мұқтаж емессің. Ешкімге әлсіздігіңді барып жаймайсың. Алладан жәрдем сұрайсың. Уәлә тағжаз. Және де әлсіздікті танытпа дейді. Осал болма дейді. Әлсіздік танытпа, осал болма. Қандай да бір проблема шыға келсе де, иншалла, Алла қаласа жеңіл болады де. Енді қайтем деген сөзді айтпа, мысалы. Әлсіреме. Сен әлсіремейтін болсаң, сенің қасыңда өсіп келатқан балаға бір арнайы мектепке беріп те қажет емес. Ол әлсіремеуді сізден үйренеді. Өйткені көрмеген сізден ешқашан. Енді қайттым деген сөзді естімеген ол өмірінде. Көрме? Дастарханды тарс еткізіп бірдеңке ойындағы адамды сарт еткізіп, бұл әлсіздік негізі. Бұны шайтан күштісің деп отыр. Негізі бұл деген әлсіздік, осалдық. Сен өзің ұстай алмадың. Ондай адам кімге көмектесе алады? Бұны көрген балаң жаққа қашып кетеді де, ертеңгі інісіне не дейді? Олды копировать етеді сізді. Сіз авторитетсіз оған. Ол білмейді қазір сізді қай жеріңіз дұрыс, қай жеріңіз бұрыс екенін. Сондықтан Алладан жәрдем тіле. Және әлсіздік, осалдық танытпа дейді. Уайын асабака шейін, басыңа бір мұсибат кеп қалса, ойламаған жерден, егініңе тиді ма, малыңа тиді ма, көлігіңе тиді ма, денсаулығыңа тиді ма, туысқаныңа тиді ма, балаңа тиді ме, қандай да бір нәрсе мұсибат кеп қалса, сол кезде фәлә тақул, ләу әнни фаалду кана каза ва каза. Егер де мен бұны былай істегенімде ғой, онда былай болар еді ғой деген егер деген сөзді кіргізбе дейді. Алайда былай деп айт дейді. Qadarullah, Алланың құдіретті тағдыры. Маша Аллаху фаала. Алла қалаған нәрсесін істеді. Раббым біледі, дана, мен білмеймін. Мен көнем Раббыма деген нәрсе тұру керек істе. Өйткені ләу, ол яфтаху амаля шайтан дейді. Ол шайтанға, сені адастырғысы кеп тұрған шайтанға, сені адастыруға амал есігін ашып береді дейді. Түсініңіз ба? Мен сондықтан күшті болудегі негізгі нәрселер.
Алламен байланысымызды күшейту керекпіз. Алламен байланысты күшейту деген кезде ол қандай нәрсеге кеп өзегі қай жерде десе, Алламен байланыс рас болу керек. Рас болу керек байланыс. Сондай нәрселер шын болу керек. Жәннатты сұрап атқаным шын болу керек. Тозақтан сыйынып атқаным шын болу керек. Байланыс шын болу керек та. Осы нәрсе бізде рас болатын болса, сен күштісің.